Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. Каналға жазыла отырыңыздар. Бүгін 23-ші сабақ буын тақырыбы. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын мына берілген суреттерге назар аударайық. Бұл суреттердің алғашқы әріптерінен сөз құрайтын боламыз. Ендеше бірінші тұрған сурет ол бізде ою. Ою сөзінің алғашқы әріпі О. Екінші суретке назар аударайық. Бұл бізде ту. Ту сөзінің алғашқы әріпі Т. Үшінші суретімізде асық. Асық сөзінің алғашқы әріпі А. Төртінші суретіміз нан. Нан сөзінің алғашқы әріпі Н. Осы берілген алғашқы әріптердің барлығын қосатын болсақ, қандай сөз шықты бізде? Дұрыс айтасыңдар, отан деген сөз шықты. Ендеше балалар, бүгін біз сендермен Абдырахман Асылбектің «Отаным» деген өлеңімен танысатын боламыз. Ендеше өлеңді мұқият тыңдайық. Отаным, қар жапқан шыңдарын, тәкаппар таулары, күн сүйіп құм жалын, жайқалған баулары. Аялап таң нұры, төгеді шапағын, осының барлығы туған жер отаным. Өлеңнің ішіндегі жаңа сөзге назар аударайық. Өлеңнің ішінде шапақ деген сөз бар екен, шапағын, төгеді шапағын. Шапақ дегеніміз күн сәулесі деген мағынаны білдіреді, яғни күн сәулесін төгеді деген мағынада айтылып тұр. Өлеңде отанымыз Қазақстанның тауларының өте биік екендігін, жайқалған баулары бар екендігі айтылған екен. Ендеше дәптерімізді ашып, бірінші тапсырмамыз П дауыссыз дыбысының бас әріпі мен кіші әріпін көркем жазайық. Көркем жазуды жазып аяқтаған болсақ, бірінші жаттығудың соңғы екі жолына назар аударайықшы. Осының барлығы туған жер отаным. Яғни өлеңнің соңғы екі жолын дәптерімізге көркем көшіріп жазып аламыз. Екінші жаттығуға назар аударайық. Сызбадағы буындардан жұмбақ құрап жаз, шешуін тап дейді. Мына жерде бағытпен көрсетіп отыр. Ең бірінші біз неден бастаймыз? Бас әріптен көрсетіліп отыр. Көк жүзінде көп жолақ. Яғни біздің жұмбағымыз көк жүзінде көп жолақ деген жұмбақ шықты. Ал жұмбақтың жауабы балалар. Не деп ойлайсыңдар? Аспанда, көкте қандай көптеген жолақтар шығуы мүмкін? Ол не деп ойлайсыңдар? Әрине, ол бізде кемпір қосақ. Дұрыс айтасыңдар. Келесі дәптеріміздегі үшінші жаттығуға назар аударайық. Алатау сөзіндегі әріптерден бірнеше сөз жасап айт. Кәнеки ойланып көрейікші, алатау деген сөздің ішіндегі әріптерден қандай сөздерді құрастыруға болады? Ала, ат, тау десек болады. Немесе балалар тағы да басқа сөздерді сендер өздерің құрастырсаңдар болады. Мысалға тал, ту, ал, ау, ауа деген сияқты.